Сәлем достар. Бүгін қолжетімді ингредиенттермен жасалатын өте дәмді блин рецептімен бөлісемін. Ингредиенттерді төменде қалдырамын сіздерге. Алдымен бізге таза ыдысқа 3 жұмыртқамызды салып аламыз. Оны венчикпен араластырамыз әдемілеп. Немесе миксермен араластырсаңыздар да болады. Маған венчикпен араластырған ұнайды. Жұмыртқаны араластырып болғаннан кейін үстіне 200 грамм қантымызды салып, екеуін бірге венчикпен араластырамыз. Мұнда бізге негізгі мақсат жұмыртқа мен қантты бір-біріне сіңістіріп араластырып, көлемі ұлғайту. Одан соң үстіне жарты шай қасық содамызды салып араластырамыз. Мұнда бізде кішкене үстіне көпіршік шыға бастайды, ақ көпіршіктер. Осыдан кейін сүт құйып, 400 грамм сүтімізді құйып, жағы жұмыртқамен бірге сіңісіп кеткенше араластырып, көпіршік шыға бастаған кезде үстіне ыстық қайнап тұрған суымызды құямыз. Мұнда ескеретін жағдай, қайнап тұрған суды құйғанда міндетті түрде араластырып тұруыңыз қажет. Одан соң 400 грамм ұнымызды бөліп салып, әр салған сайын осылай венчикпен қозғап тұрасыз. Мұнда ұныңыз міндетті түрде електен өткізілген болу керек. Алдын ала өткізсеңіз болады, немесе осының үстіне алып кеп өткізіп тұрсаңыз болады. Одан соң бұл блиныдың ең жақсы қасиеті, сізде комок пайда болмайды. Мен сондықтан қатты жақсы көремін осы рецепттен істегенді. Вообще комокты құрту керек деп қиналмайсыз, сразу уже без комков шығады сіздің блиныңыз. Және өте жұқа, әдемі түріде, сосын жаңағы ажурной дейді ғой, тесік болып шығады блиныларыңыз. Және дәмі енді супер. Сіз без жағы қаймақсыз, салмасыз да жіберсеңіз болады. Ұнды салып болғаннан кейін семечка майымызды құйып 50 грамм әдемілеп араластырамыз. Май сіңгенше қалқып жанында тұрмау керек. Одан соң таза табамызды газға қойып, плитаға үстіне май құямыз. Ол май қызғанша күтеміз. Дайындап қойыңыздар блиныды салатын заттарыңызды. Одан соң осылай табаның үстіне блиныды құйып, шөмішіңізбен табаға жайып шығасыз. Бірінші блиныңыз осылай толық шықпауы мүмкін, ол ештеңе етпейді. Бұл штоп майды табаға полный жұқтырып алу үшін қажет. Одан кейінгі осылай мен жарты шөмішім үлкен болғандықтан жарты шөмішпен аламын. Табама полный жетеді. Мына қараңызшы, қандай әдемі. Табаның асты мен на полный қоям. Мысалы, максимально 9 болса, 9-ға дейін қоям астын. Қараңызшы, қандай әдемі тесік болып шығады блины. Осылай немен қасықпен, ағашпен бір шетін алып, қолмен аударсаңыз болады. Немесе не бар ғой, силиконовый нелер, қасықтар, солармен аударсаңыз болады. Маған осылай ыңғайлы. Бір шетін алып аламын, немен, ағашпен, сөйтемін дағыны қолмен аудара салам. Бұл өте ыңғайлы тәсіл. Бір үйреніп алсаңыз, вообще басқаға жоламайсыз. Осылайынан бұл рецепттен сізде менде 25 штук шықты. Енді сіз құйғаныңызға қарай шығады. Осылайына әдемі любой ингредиентпен сәндеп қойсаңыз болады. Без начинки жесеңіз де өте